Аяғыңызды 20 минут көтерсеңіз 5 аурудан құтыласыз. Аяқты күнделікті көтеріп жату арқылы қалтаңыздан ақшаңызда, қымбат уақытыңызда кетпейді. Мүмкін күнделікті 20 минут аяғыңызды көтеріп жату соншалықты пайдалы деп ойламассыз. Бірақ сол 20 минут сіздің бойыңыздағы бірнеше дерттің дендеуінен сақтайды десек сенесіз бе? Осы видеода аяқты көтеру туралы және оның пайдасы мен оған қатысты ескерту туралы айтпақпын. Сондықтан видеоны аяғына дейін тыңдауға кеңес беремін. Аяқты көтеріп жатуды жаттығу емес, емдеу десе де болады. Себебі аяқты көтеріп жату сізден физикалық күшті талап етпейді. Дұрысы, оны йогаға теңеу керек. Мамандар оның денсаулыққа тигізер бірнеше пайдасын айтады. Сіз де мұны біле жүріңіз. Жүректің жұмысы туралы бір сәтке болсын ойланып көрдіңіз бе? Күніне қаншама жұмыс атқарады? Бойыңыздағы қандай да тырнақ ұшына дейін жетуін қамтамасыз етеді. Кейде қан айналымы өз жұмысынан жаңылып, аяқта варикоз пайда болуы мүмкін. Сізде келеңсіздік байқалса, бірден аяқты көтеріп жатыңыз. Жаттығумен денеңіз суланып, не болмаса аяғыңыз әдемі болып кетпейді. Алайда аяқтағы тамырлардың кеңеюінің алдын алады. Жаттығу қалай жасалады? Шалқаңыздан жатып, аяғыңызды жоғары көтеріп, қабырғаға тіреңіз. Сонда денеңіз жерде, ал аяқтарыңыз тікесінен тұруы керек. Денені осы қалыпта 20 минут ұстап тұрыңыз. Қолдарыңызды барынша еркін ұстаңыз. Басқа ешбір қимылды қайталаудың қажеті жоқ. Бойыңыздағы тепе-теңдікті сақтап, өзіңізді тыныш әрі жайлы сезініңіз. Бұл қалыптан шығу үшін алдымен тізеңізді көкірегіңізге қарай тартып, бүйірге қарай аунаңыз. Жаттығуды орындау үшін міндетті түрде жеңіл әрі қолайлы киім таңдаңыз. Белді қысып тұратын резеңкелі киім кимегеніңіз абзал. Мұндай киім жаттығудың пайдасын жоққа шығарады. Өйткені жаттығудың негізгі мақсаты қанның ағзада айналуын дұрыстау, ал резеңке қанның айналуына бөгет болады. Аяқты жоғары көтеріп жатудың 5 пайдасы. Жалғастырмастан бұрын айтпағым, менің арнамды көргендердің 99%-ы арнаға тіркелмей көрген екен. Сондықтан да еңбекті бағалап, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып отыруларыңызды өтінемін. Ары қарай жалғастырайық. Бірінші, аяқ ісінуін төмендету. Аяқ ісінуі көбінесе қан айналымының дұрыс болмауынан пайда болады. Кейде бүйрек, жүрек пен артық салмақтың салдарынан да ісініп кетуі мүмкін. Сол себептен ең алдымен аяқтың ісінуінің себебін анықтап алған жөн. Кейін оның еміне аяқты көтеріп жату жаттығуында қосу керек. Екінші, аяқтың ауырғанын басады. Күні бойы тік тұрып жұмыс істейтін жандардың түнде аяқтары ауырады. Олар да осы әдісті қолданып көрсе, тартылыс күші аяғындағы ауруды қалай басқанын байқамай қалады. 20 минуттық жаттығу аяқты жеңіл қалыпқа түсіреді. Үшінші, ас қорытуды дұрыстайды. Егер аяқ бастан жоғары тұрса, бұл сұйықтықтың ағзада жиналып қалуымен ғана күреспей, асқазанның жұмысына да әсер етеді. Ішектердің қозғалысын реттеп, астың қорытылуын жақсартады. Іш қату сынды мәселеде оң шешімін табады. Ішкі ағзаңызды тазалағандықтан жүзіңізде құлпыра түседі. Төртінші, жүйке жүйесін тыныштандырады. Жаттығу тыныс алуды да қалыпқа түсіреді. Дененің осылай тұрысы барынша көп ауа жұтуға көмектеседі. Мұның нәтижесі біз бір қалыпты тыныс ала бастаймыз. Бұл жүйке жүйесіне де тыныштық сыйлап, іш, мойын, бұлшық етіне түсетін күшті басады. Бесінші, жан тыныштығы. Жаттығу миды оттегімен барынша толтырып, оны тыныштандырады. Тән мен жанда тыныштық пен үйлесімділік орнайды. Жаттығуды күн сайын жасасаңыз, көп өтпей-ақ жағдайыңыздың жақсара түскенін байқайсыз. Ескерту: егер сіздің беліңізде жарақат болса, бұл жаттығуды жасамағаныңыз дұрыс. Мұндай кезде өзіңізге ыңғайлы болу үшін беліңізге жастық қойып жасау ұсынылады. Осымен видео аяғына таяды. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп, және өз ойыңызды пікір алаңына қалдырсаңыз болады.